Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, сәлеметсіңдер ме, 2-ші сынып оқушылары. Менің Салтанат Нұрекеқызы каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін әдебиеттік оқудан 2-ші сыныптағы 56-ші сабақты ұсынамын. Сабақтың тақырыбы шынықсын денеміз деп аталады. Оқу мақсаттары мұғалімдер үшін жазып қойдым. Ол 2-2-1-1 және 2-3-4-1, 2-2-8-2. Мұғалім жолдастар, күнтізбелік жоспардан осы мақсаттардың қалай аталатынын өздеріңіз көріп алсаңыздар болады. Ал енді құрметті оқушылар, сіздердің алдыларыңызда бүгін мынандай мақсат тұр. Оқушылардан бүгінгі сабақта мынандай нәтижелер күтеміз. Балалар, бүгінгі сабақта сендер өлеңді түсініп оқисыңдар. Екінші, өлеңге сүйеніп тапсырмада кеткен қателерді табасыңдар, түзетесіңдер. Және үшінші, өлең мен суреттің ұқсастығын айтасың және оны әңгімелеп бересің. Балалар, өткен сабақтағы Бекзат Саттарханов туралы, әлем чемпионы туралы сабақпен бүгінгі сабақты байланыстырғым келіп тұр. Бүгін бізде сендерге беретін мәліметім тағы да қысқы ойындар, спорт жарыстары туралы. Күні кеше ғана, яғни 22 қаңтарда тағы да бір қысқы ойындар жарысы аяқталды. Ол Американың Лейк Плесид қаласында өткен болатын. Осы Лейк Плесид қаласындағы спорттық ойындар жарысында біздің Қазақстанымыздың спортшылары 11-ші орын алды. Және ол жерде алтыннан алқа таққан Даниэль Васильевті, Бекентай Торлыбековті, Жаден Вадим Куралес есімді спортшыларды сендерге көрсеткім келіп тұр. Осындай үлкен әлемдік жарыстарда чемпион болу үшін, алтыннан алқа тағу үшін балалар, біз кішкене кезімізден денемізді шынықтырып өсуіміз керек. Сондықтан бүгінгі тақырыбымызда біздің шынықсын денеміз деп аталады. Өлеңді оқымас бұрын, балалар, мен сендерге мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Болашақта еліміздің атын шығаратын чемпиондар кімдер деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар балалар, біздің болашақта еліміздің атын шығаратын ол бүгінгі кішкентай балалар. Олар сендер, кішкене балалар. Осы бүгінгі отырған кішкене балалар қазірден жаттығып, шаңғы спортымен, коньки спортымен, хоккей спортымен айналысатын болса, болашақта осындай жарыстарда сендер де үлкен жарыстарға жетесіңдер. Енді мен сендерге сабағымызға қатысты бірнеше жұмбақ жасырғым келіп тұр. Сендер ол жұмбақтардың шешулерін таба алады деп ойлаймын. Бірінші, табаныма байладым, қос таяқпен айдадым. Ол не деп ойлайсыңдар балалар? Әрине, бұның шешуі шаңғы және оның екі таяғы. Зулап түсіп төменге, менсіз шықпас төбеге. Бұның шешуі шана. Табаныма тақтым, жалпаң қақтым, зымырап бақтым. Ол не болуы мүмкін табанға байлайтын? Әрине, ол коньки. Ал енді құрметті балалар, осы балалардың қолындағы киген қандай қолғаптарына қараңдаршы. Қолғаптары қандай? Қолғаптары 5 саусақты. Яғни бұл жерде біз қолғап туралы жұмбақ жасырсақ. Бесінің аузында бірін. Ол мына балалардың қолындағы қолғабын жасырып тұр, балалар. Тоңғақты таниды, беті қолды қариды. Ол аяз. Суға батпас, отқа жанбас. Ол мұз. Енді балалар, бізге оқуға берілген өлеңді оқиық. Шынықсын денеміз, авторы Бердібек Соқпақбаев. Жүріңдер балалар, сырғанақ тебеміз. Құрыспай, құрыштай шынықсын денеміз. Таяққа бау тағып, шаңғыны байлап ал. Биялай, малақай, бәрінде сайлап ал. Жақсылап байқашы, аяғың тоңбай ма? Жел үріп, қар кіріп, қоншыңа толмай ма? Жел менен жарысып, сырғанақ тебеміз. Құрыспай, құрыштай шынықсын денеміз. Балалар, біз өлеңді оқып шықты. Бұл өлеңде бізге автор бір үндеу тастап тұрған сияқты, бәрімізді жүріңдер балалар деп сырғанаққа шақырып тұр. Енді осы жолдағы бізге құрыспай, құрыштай деген сөздің мағынасын түсіндіру үшін, құрыспай, құрыштай шынықсын денеміз деген сөздің мағынасын түсіндіру үшін, мен сөздік қор KZ сайтынан құрыштай деген сөздің мағынасын түсіндіргім келіп тұр. Құрыштай деген сөз бұл жерде сын есім болып тұр, нақты мағынасы шымыр, мықты деген сөз. Яғни автордың айтып тұрған құрыспай, құрыштай шынықсын денеміз дегеніміз, біздің денеміз шымыр, мықты болып өссін дейді. Денеміз шымыр, мықты болып өсу үшін біз үнемі шаңғы тебуіміз керек, коньки тебуіміз керек. Ал енді осы ойынға шығардың алдында басымызға малақайымызды сайлап алуымыз керек. Малақай деген бізде әртүрлі айтылады. Мысалы, мынау малақай, құлақшын деп айтады. Биялай сайлап алуымыз керек. Биялай деген қолға киетін қолғапты алу керек.
барлығын дұрыстап үстімізге киіп, қонышымызға, аяғымызға қар кірмейтіндей етіп, дұрыстап дайындалып шығуымыз керек екен. Үйден шығатын кезде біз аяғымыздың тоңбайтындығын, денемізге суықтың кіріп кетпеуін ойлап, дұрыстап киініп шығуымыз керек екен. Және біз далада желмен жарысып, сырғанақ теуіп, ойнап өсетін болсақ, біздің денеміз құрыспай, құрыштай болып шынығып өседі. Келесі тапсырма, балалар, біздің екінші мақсатымыз бойынша өлеңге сүйеніп, тапсырмада кеткен қателерді табамыз және түзетеміз. 22-ші бетте 3-ші тапсырма. Жақсылап байқашы, аяғың тоңбай ма, жел үріп, қар кіріп, қонышыңа толмай ма деген шумаққа қарайық. Бұл жерде сендер не байқадыңдар? Байқап отырсаңдар, балалар, бұл жерде тыныс белгілерін тастап кеткен. Сол тыныс белгілерді орнына қойып, дәптерге көшіріп жазуымыз керек. Жақсылап байқашы, үтірді тастап кеткен. Аяғың тоңбай ма? Сұрақ белгісі жоқ, иә. Жел үріп, үтір, қар кіріп, қонышыңа тоңбай ма? Екінші шумаққа қарайық, көңіл аударайық. Бұл жерде құрыштай, құрыспай, шынықсын денеміз дейді. Бір қарағанда ешқандай өзгеріс жоқ сияқты, иә, балалар. Бұл жерде, балалар, байқап отырсаңыздар, алдымен құрыспай, сосын кейін құрышпай болу керек еді, иә. Құрыспай, құрыштай, шынықсын денеміз. Бұл жерде де үтірді тастап кеткен, және құрыстай мен құрыштай деген екі сөздің орындарын ауыстырып қойыпты. 4-ші тапсырмада сөйлемдер берілген. Балалар, бұл жерде бізде сөйлем былай берілген екен. Сөйлемде жіберілген қатені табуымыз керек. Сөйлем былай берілген екен. Шаңғы жазғы спорт ойыны. Дұрысы, шаңғы қысқы спорт ойыны болу керек. Екінші сөйлемге қарайық. Шаңғыны мұз айдында тебеді. Дұрысы былай болу керек, иә, балалар? Шаңғыны тауда, жазық далада, қалың қар түскен жерде тебеді. Біз оққан шынықсын денеміз деген өлеңмен мына берілген суреттің арасында ұқсастық бар ма екен байқай отырыңыздар. Және сендерге мынандай сұрақтар берілген. Жылдың қай мезгілі, қандай спорт түрі, шаңғы тебу үшін нелер қажет, оның қандай пайдасы бар? Бұл жерде жылдың мезгілі қыс, спорттың түрі шаңғы теуіп жүр, балалар. Шаңғы тебу үшін нелер қажет болды балаларға? Шаңғы тебу үшін аяқтарына аяқ киім, үстілеріне спорттық киім, бас киім, көзілдірік, очки керек болды, шаңғы таяғы керек болды. Оның қандай пайдасы бар? Шаңғы спортының пайдасы адамның денсаулығына өте пайдасы бар, иә. Адам шымыр болады, денсаулығы мықты болады, төзімді болады. Енді осы өлең мен суреттің арасында ұқсастықты айтатын болсақ, балалар, ұқсастығы өлеңде және суретте екеуінде де қысқы ойын туралы айтылып тұр. Екеуінде де шаңғы спорты, шаңғы тебу туралы айтылып тұр. Екеуінде де өлеңде де суретте де балаларға керек заттар шаңғы, малақай, биялай, яғни қолғап, спорттық киімдер қажет болды. Екеуінде де пайдасы өлеңде құрыспай, құрыштай шынықсын денеміз деп тұр. Өлеңде де бұл жерде спорттың пайдасы бар екені айтып тұр. Бұл өлең мен суреттің ұқсастығын таптық. Бұл тапсырма бізге өлең мен суреттің ұқсастығын айтып, әңгімелеп беріңдер деген тапсырма бойынша беріліп тұр. Және бізде ең соңғы тапсырма, 6-ші тапсырма, қыстық заттарды таңдап, оған сәйкес ойын түрлері туралы әңгімелеңдер. Бұл спорттық костюм бірінші тұрған, екінші қолғап, шана, куртка, бас киім, кепка, жаздық аяқ киім және коньки. Егер мен осының біреуін алатын болсам, мысалы спорттық киім. Бұл курткадан және комбинезоннан тұрады. Комбинезон мен куртканы кигенде адам денесі жинақы тұрады. Шана мен сырғанауға, шаңғы тебуге өте ыңғайлы киім. Егер кепканы алатын болсам, кепка бұл жазда киетін бас киім. Оны волейбол ойнағанда, теннис ойнағанда, велосипед тепкенде киюге болады. Міне сендер осылай әр затты алып әңгімелеп шығуларың керек. Міне құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, 2-ші сынып оқушылары, өздеріңізге арнап мен 56-ші шынықсын денеміз атты тақырыпта осындай видео дайындадым. Менің видеомнан ұстаздар өз сабақтарыңызға идея алуларыңызға болады, мәліметтер алуларыңызға болады. Ал оқушылар, сендер осы шынықсын денеміз тақырыбындағы әдебиеттік оқудағы сабақты өз беттерімен оқып үйренулеріңе болады, немесе сыныпта өткенді үйде қайталау үшін осы видеоны пайдалансаңдар болады. Мен осымен сабағымды аяқтаймын. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңдар.